Орам жапырақ пен шырынды ананас қосылған салангани рецепті. Әзірлеу үшін бізге қажет: салангани қаптамасы, 18 дана өнім, 600 грамм тұздалған орам жапырақ, 1 банка консервленген ананас, 2 дана пияз, 100 грамм өсімдік майы, 2 тауық жұмыртқасы, 3 ас қасық ұн, 150 грамм ірімшік, 1 стакан сүт, 100 грамм сары май, 200 грамм қаймақ, тұз бен бұрыш дәміне қарай. Ұсақтап, текшелеп туралған пиязды қуырып, үстіне жуылып, сығылып тұздалған орам жапырақты салып, 15 минут бұқтырамыз. Салманы әзірлеу үшін суытылған орам жапыраққа ұсақтап туралған консервленген ананас, жұмыртқа және ұн қосамыз. Тұз бен бұрыш себеміз. Сонан соң барлығын мұқият араластырамыз. Фарштау алдында макарон орамдарын бір-бірінен жай ғана ажыратып, өнімді тығыз фаршпен толтыруды жалғастырамыз. Нәтижесінде тығыз толтырылған салма өнімнің биіктігін ұлғайтып, ұстап тұрады. Биік таба ыдысқа 100 грамм сары май салып, саланганиді тігінен бір-бірінен тығыз орналастырамыз. Сүт қосып, абайлап жоғарғы деңгейіне дейін ыстық су құямыз. Қайнаған сәттен бастап 10 минут бәсең отта пісіріп, сонан соң оттан алып, бетіне үгітілген ірімшік себеміз. Пешті 200 градуске дейін қыздырып, онда саланганиді 5 минут пісіреміз. Ыдысқа саланганиді абайлап, төбінен демей отырып салыңыз. Тағамды ыстық күйінде қаймақ қосып ұсыныңыз. Ас дәмді болсын.